Сәлеметсіз бе көрермен? Қалай құм булауымен емделуге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Халық арасында ежелден қолданып келе жатқан ем түрлерінің бірі құммен емделу. Оны медицинада псамотерапия деп атайды. Грек тілінен аударғанда бұл құммен емделу дегенді білдіреді. Құммен емделу көптеген ауруларға шипа береді. Дегенмен ол жүрек ауруларынан, жұқпалы дерттерден, қояншықтан, тағы басқа аурулардан зардап шегетіндерге керісінше әсер етеді. Сондықтан бірден айта кетейін, құммен емделгісі келетін адамдар алдымен дәрігерге көрініп, содан кейін кеңес алғандары дұрыс болады. Ал емге негізінен теңіз, өзен, көл құмдары кеңінен қолданылады. Өйткені олардың құрамында кварц, пайдалы шпат пен қара шақпақ тас, слюда, тағы басқа да ағзаға оңды әсер ететін заттар бар деп жазады Ауырмаңыз газеті. Емге диаметрі жарты сантиметрге жететін ірі құмдар да 0,125 мм ұсақтары да қолданыла береді. Осының ішіндегі ең жайылысы 0,15-0,125 мм құрайтын орташа түйірлі құм. Ол температуралық және механикалық қасиеттері жөнінен ерекшеленеді. Жалпы құм жылуды жақсы сақтайды, оны ұзақ ұстайды. Қыздырынғанда оны адам денесіне баяу өткізеді. Ал бұл жүйке, қан айналымы және басқа да жүйелерге өте жайлы әсер етеді. Ағзадағы қан және лимфа айналымы жақсарады. Тер бөлінуі, қышқылдану процестері күшейіп, реттеледі. Бүйрек жұмысы жақсарады. Өйткені бұл кезде құм адам терісіне массаж жасайды. Тіндердің бәрін оятады. Оның артық салмақтан арылтуда да пайдасы бар. Құрғақ әрі сорғыш қасиетке ие құм денеден бөлінген артық заттарды жақсы сіңіреді. Дене шамадан ысымайды. Құрғақ әрі сорғыш сияқты қасиетке ие құм денеден бөлінген артық затты өзіне жақсы сіңіреді. Дене шамадан ысымайды. Яғни қанша ыстық болса да құм қызуын адам жеңіл көтереді. Құм терапиясы әсіресе тірек қимыл мүшелерінің омыртқа, қол, аяқ буындары, бұлшық еттері сіңірлері дерттерін, зат алмасуы бұзылуынан, жарақат алудан болған қалыпсыздықтарды, буындардың туберкулездік емес сипаттағы ауруларын, невралгия, неврит, полиневрит, радикулит сияқты жүйкенің перифериялық кеселдерін, әйелдердің жыныс жолдарының қабынуын, полиомиелиттің зардабынан қалған кейбір жайсыздықтарды жоюда жақсы жәрдемдеседі. Құм ваннасын жазда күн ашық кезде қабылдайды. Оның температурасы 60 градусқа дейін қызса жақсы. Бұл құмдағы кейбір микробтардың өлуіне әсер етеді. Құмды жерге ұзынынан адам бойының ұзындығдай етіп үйіп, соған етпеттеп жату керек. Басқа күн түспеу үшін қолшатыр, тент пайдаланған немесе баста қандай да бір көлеңке түсіп тұрған жақта ұстаған дұрыс. Бас қоятын жерге қабатталған жұмсақ сүлгі тастау керек. Ал маңдайға салқын суға малынған ылғалды дәке қойып, оны кепкен сайын алмастырып тұрған дұрыс деп жазады Ауырмаңыз газеті. Осылайша дайындалып алғаннан кейін емделушіні жанындағы адам құммен көмеді. Құм қалыңдығы 5-6 сантиметрден аспауы керек. Шалқалап жатқанда құм қалыңдығы 1-2 сантиметрден аспауы тиіс. Есте сақтар нәрсе, құмға көмілер кезде тері құрғақ болу керек. Терді сүртіп тастаған жөн. Ал құм жүрек тұсына тимеу керек. Оны ашық қалдыру қажет. Құм ваннасының температурасы 45-55 градус аралығының құрағаны жақсы. Егер ол жеткілікті деңгейде қызбаса, немесе ылғалды болса, онда емге қолданбаған абзал. Үлкендер құм ваннасында жарты сағатқа дейін жата алады, ал балалар үшін оның дозасы 10-15 минут. Емнен кейін суға толықтай шайынып алып, көлеңкеде кемінде жарты сағат тыныққан пайдалы. Құм ваннасын дененің проблемалы бөлігін жеке емдеу үшін де пайдаланады. Мысалы, ауыратын аяқты, қолды, буынды ыстық құмға 1-1,5 сағат көміп қойып қыздырады. Жалпы құм ванналарын күнара немесе арасында бір күн үзіліс жасап, 2 күн қатарынан қабылдайды. Емделу курсы 12-15 күн, кейде 18-20 күн қабылдау керек болады. Ал дененің бөлек бір мүшесіне жасалатын құм ваннасы 1 ай бойы күн сайын қабылданады. Құм ваннасын үй жағдайында да жасап алуға болады. Ол үшін әбден тазартылған құмды бөшкеде немесе бір басқа ыңғайлы ыдыста 110-120 градусқа дейін қыздырады. Сосын температурасы 55-60 градус суық құммен жақсылап араластырады да құрғақ ағаш жәшікке салады. Емделу керек қолды немесе аяқты 5-6 сантиметр қалыңдықтағы құмға көміп, үстінен одеялмен жауып қояды.
Егер құмның тазалығына күмән туса, оны алдымен ұсақ торлы елгезерден өткізіп, сосын тазалап жуып алу керек. Осыдан кейін барып бөшкеге немесе басқа ыдысқа салып, 120 градустық ыстықта кемінде 1,5 сағат араластыра отырып қыздырып алған дұрыс. Міне, құм ваннасы деген осындай. Бүгінгідей жаздың күндерін осындай ванна қабылдауға да пайдаланып көріңіз. Бірақ әрине ол үшін дәрігермен кеңесіп алғаныңыз дұрыс болмақ. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.